Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харап боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі менің видеом қазақтың майталманы Міржақып Дулатұлы туралы болады. Аллаға шүкір, оқырманының саны 100-ге жетті. Бұл беталысымыздан таймайық. Арнаға тіркеліп, лайк басайық. Мен де барынша еңбектенетін боламын. Ал ендеше кеттік. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын жазушы, көсем сөз шебері Міржақып Дулатұлы бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданындағы Қызбел деген жерде 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Бала кезінде Міржақып Дулатұлы ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан деген мұғалімнен дәріс алады. Міржақып Дулатұлы әдебиеттің әртүрлі жанрында қалам тартқан қаламгер. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» деген атпен Петербург қаласында жарық көрген өлеңдер жинағы. Одан кейін 1913 жылы Орынборда «Азамат», ал 1915 жылы «Терме» атты кітаптары басылып шығады. Ақын өлеңдерінің басты тақырыбы елдің тағдыры болды. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» жұртшылық арасында ауыздан ауызға, қолдан қолға тез тарап кетеді. Қайта басылады. Кітаптың негізгі мазмұнын халықты оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған өлеңдерден құралады. Сол себепті де кітапты оқуға тыйым салып, авторы қуғынға ұшырайды. Өзінің шығармашылық жолын өлеңнен бастаған Міржақып Дулатұлы проза жанрында да қалам тартып, қазақ әдебиетіндегі алғашқы романының авторы ретінде танылды. 1910 жылы оның осы жанрдағы туындысы «Бақытсыз жамал» романы Қазан қаласында жарық көрді. Кітап 1914 жылы екінші рет басылды. 1922 жылы Ташкентте 2 бөлімнен тұратын есеп құралы оқулығын бастырады. «Балқия» атты пьесасын жазады. Халық жау ретінде тұтқындалған Міржақып Дулатұлы 1935 жылы Сосновск штатындағы жазалау лагерінде ауыр науқастан көз жұмады. Міржақып Дулатұлының шығармалары қазақ елінің тәуелсіздік алған кезінен бастап кеңінен жариялана бастады. 1991 жылы шығармаларының 1 томдық, ал 1996-97 жылдардағы 2 томдық жинақтары жарық көрді. Міржақып Дулатұлы шығармашылығы жөнінде ғылыми зерттеулер жүргізіліп, бірқатар кітаптар мен мақалалар жарияланды. Ал енді қорытындыға келетін болсақ, Міржақып Дулатұлы тапталған қазақтарды оятуға тырысты. Ол үшін қаншама еңбектенді. Міржақып Дулатұлы қазақтың майталман ақыны ретінде жүрегімізде мәңгі сақталатынына сенімдімін. Тәуелсіздігіміз, тыныштығымыз, амандығымыз кеңінен болсын дегім келеді. Видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Ендеше сау сәлеметте болыңыздар.